Енді жас күнімізде оқитын кітаптарды таңдамай, талғамай оқу деген бір не болды. Өйткені қолыңа түскен кітап бәрі қызық сияқты болатын. Әсіресе көркем әдебиет. Сосын енді мамандық алғаннан кейін, өмір жолына түскеннен кейін көбінде өзіме керекті нәрселерді, әсіресе мына энциклопедиялық мазмұндағы еңбектерді көбірек жинайтын болдым. Ғылыми, танымдық еңбектерді, сондай кітаптарды көбірек кітапханалардан іздестіремін. Әлеуметтік желіден жаңа қазір мүмкіндік бар. Солай таңдау бағыты өзгерді. Өйткені көркем әдебиет әрине белгілі бір мөлшерде адамның қалыптасуына, тіл байлығының артуына себепкер болады. Ал қалған өмірде мына ағартушылық, танымдық, белгілі бір салаларға арналған кітаптар менің жұмысыма да керек. Сосын өмірлік өзімнің бір қызығушылығым да осыған түсіп тұрады. Сондықтан осы жағына көбірек көңіл бөлемін. Сюжет болғанда мынау «Бассыз салт атты» деген бір кітап болды. Ол енді шет тілден аударылған. Сыртқы мұқабасы жыртылып, менің қолыма бір жаңағы жылым-жылым күйде түскен еді. Сол кітапты оқып отырып, ішінде капитан Касси Халкаун деген бар. Сол жаңа Генри деген жігіттің басын кесіп, атқа отырғызып жібереді. Соны суреттейтін жер бар. Жаңа түнде атпенен молақ жаңағы бассыз салт атты шыға келген кезде соны көрген, соны бір суреттейді. Соны оқып, мен бір апта ұйықтай алмай жүрдім. Ана ұйықтасам көз алдыма жаңағы келеді. Бассыз салт аттыны көремін. Сондай қатты әсер етті. Сосын Робинзон Крузоның жаңа туралы соны неде, жұмамен кездесетін бір сәті бар. Аралда ешкім жоқ, жан баласы жоқ. Құмдағы адамның ізін көреді. Сол адамның ізін көріп тұрып қалады жаңағы Робинзон. Сол сәт мысалға осы уақытқа дейін жатталып қалды менде. Енді дәстүрлі әдебиет деп қалай айтуға болады? Біздің мысалға енді анау классик Алаштың алыптары деген мысалы әуезовтен бастаған үлкен толқын, ата толқынның еңбектері өкінішке орай қазір жастар көп оған қайырыла бермейді. Абай жолын толық оқып шығуға қазіргі жастардың дәті жете ме, жетпей ме қуаты, мен білмеймін, күмәнданамын. Оған қызығу керек, оған ұмтылу керек. Ол қазақтың айталық Абай жолын оқымаған адам өзін кембағал адаммын деп санайтындай жағдайға жету керек. Сол кезде ғана ол кітаптар керек болады. Ал қазір заман өзгерді, қазіргі әдебиеттің өзі де өзгерді, әдеби таным талғамдардың бәрі де өзгерді. Сондықтан бұл жерде мынау қазіргі электронды нұсқада смартфон арқылы, телефон арқылы оқитын жастардың толқыны көбейді ғой. Бірақ кітапты бәрібір өзің қолыңа алып, парақтап отырып оқығанға жетпейді деп ойлаймын. Және ол кітаптың былайша айтқан кезде қазақ баласы қазір ана керекті 10 кітап, керекті қазақ баласы оқуға тиісті 100 кітап деген сияқты тізімдер шығады ғой. Айталық Мұхтар Мағауин белгілеп берген бір сол кітаптардың тізбесі бар. Соны оқу керек деп ойлаймын, дым оқымағанда. Кітапты мен сызып оқимын. Астын өзімен алған жерлерін кәдімгі қызыл сияменен, көк сияменен белгі қойып, өйткені өзімнің пайдаланатын кітабым болғандықтан мен оны соны аямай оқимын, былайша айтқан кезде. Өйткені кейін бір алып қараған кезде ана әр бетін парақтап отыру керек жоқ. Маған ана белгі қойған жерлерімнен өзіме қажетті, керекті деп есептеген маңызды тұстарын тауып алуға оңай болады. Сондықтан да мен өзімдің кітапханамда ұстайтын кітаптарды барынша жаңағы түрлі белгілермен белгі салып оқығанды өзім қалаймын. Ал енді біреуге сыйлайтын кітапты қалай сызбалай аласың? Ондай жағдайда оның ештеңесіне қол тигізбей келесі тұтынушыға қарай бағыттап жіберуге тура келеді. Қазақстан нарығында ол жоқ. Қазақстан нарығы мына мемлекеттік тапсырысқа негізделген, баспалар тек мемлекеттік тапсырыс бойынша кітаптарды шығарады. Одан ары қарай нарықты зерттеу,
мысалы көршілес Ресей нарығын қарасақ, кітап шығару, тарату, сату жүйелі түрде оларда жолға қойылған. Және мына оқырманның сұранысы неде, қай тақырыпты жақсы көреді, оның барлығы мұқият зерттелген. Осы тәуелсіздік жылдарында, енді 27-28 жылдың ішінде Ресейде тек қана әйел жазушыдан 25-тен артық әйел жазушы пайда болды. Олар түрлі мейнстрим жанры, мына женский роман, сентименталды роман деген сияқты оқырманға қажетті аудиторияның барлығын жаулап алды. Фантастика, ғылыми фантастика, фантастикалық детектив, кез келген мына жанрды олардың несінде жазған авторлар да, оқитын оқырмандар ортасы да толығып, жыл сайын тіпті Қазақстанның кітап дүкендерін сол елдің кітап өнімдері қазір басып қалып отыр. Өкінішке орай біздің қазақ әдебиетінде болсын, жалпы қазіргі таңдағы әдеби процестердің барысына қарайтын болсақ, кітапты шығару, оны өткізу, оны тарату деген жүйенің барлығы да әрқайсысы бір тұсауланған аттай болып бөлек-бөлек қалып қойып жатыр. Соның салдарынан шыққан кітап оқырманға жете бермейді. Кітапханаға түскен кітап ол арнайы барып іздеп оқымаса, оқырман оған тағы жетпейді. Сондықтан бұл жерде үлкен кешенді мемлекеттік тұрғыда қайта қарау саясаты жүргізілу керек деп ойлаймын. Бізде енді мына Мұхтар Әуезовтің баяғы Қараш-Қараш оқиғасы жөнінде кезінде Көксерек туралы жазған әңгімесінен кітап шықты. Сосын кейін кітап кино болып шыққан тағы қайсы бар. Енді Қыз жібек ана аңыздық дастандар негізінде түсірілді ғой. Басқасы есіме түсіп тұрған жоқ енді. Гауһартас, Дулат Исабековтың Гауһартасы сол кинофильм түрінде жарыққа шықты. Абай қасымнан қалмайды, столым үстінде жатады. Апта санайын, күн сайын демей қояйын, енді аптасына бір рет Абайды қарау, оқу ол менің дағдым. Білмедім. 1-2 мың бар ау деймін, кем дегенде. Санаған жоқпын. Бір қабырға әйтеуір. Кітапты... Өз кітабымда «Мың құмырсқа және біз» деген бір кітабым бар. Соны әйтеуір бір кездесіп қалған адамдар ойбай, маған сол кітап керек десе, соған сыйлаймын басқа. Сыйлыққа кеше ғана осы Рух газетке хабарға келген кім Азат Шәуеев бір дорба кітап сыйлады маған. Абайды оқу керек, Әуезовті оқу керек, Мағауинді оқу керек.